Хош көрдік. Сыбайлас жемқорлықты болдырмаудың бір жолы мемлекеттік қызметке адал, арлы, әділетті адамдарды жинау. Жалпы мемлекеттік қызметке кірудің жолы көп. Ал қазір жаңа әдіс тәсілдер енгізіліп жатыр. Олар қандай? Ол туралы біз агенттіктегі мемлекеттік қызметке дайындау және кіру департаментінің директоры Нұрсұлтан Бекіновтен білейік. Халықаралық тәжірибеде мемлекеттік қызмет моделінің екі түрі барды. Ол біреу мансаптық модель, екіншісі позициялық модель дейміз. Мансаптық модель дейтініміз, ол мысалы сіз қазір мемлекеттік қызметке кірдіңіз, төменгі лауазымнан бастадыңыз, бірте-бірте лауазым көтеріп отырып, осы мансабыңызды көтердіңіз дегеніміз. Екіншісі модель, ол позициялық модель, ол дегеніміз, яғни сізде осы мемлекеттік қызметте төменгі лауазымнан бастау міндет емес. Сіз жеке секторда немесе квазимемлекеттік секторда өзіңіздің жалпы мансабыңызды құрсаңыз, осы біліміңіз бен құзыретіңіз негізінде мемлекеттік қызметке кіре аласыз. Бұл позициялық модель. Енді қазіргі таңда біз Қазақстанда осы екі модельдің элементтерін қосып, өзіндік бір гибридті модель құрып отырмыз да. Әрбір лауазымға келер алдында сізді жаңағыдай осы біліктілік талаптарына сәйкестігі бойынша қарайды. Яғни біліміңіз бойынша, жұмыс өтіліңіз бойынша, құзыреттеріңіз бойынша. Сол кезде осы жұмыс өтілі бойынша дейтін талап, ол сырттан келетін мамандарды шектеген болатын. Яғни ол талап, сіз мемлекеттік қызметтегі жұмыс өтіліңіз болу керек, мемлекеттік қызметке келу үшін. Енді біз оны алып тастадық. Алып тастадық болғанда қалай? Енді мемлекеттік қызметтегі жұмыс өтілімен қатар, бұл осы сіз барайын деп жатқан лауазымның функционалдық бағытына сәйкес, егер де сізде жеке немесе квазимемлекеттік секторде жұмыс өтіліңіз бар болса, сіз осы лауазымға келесіз деген сөз. Енді осының негізінде, енді осыған байланысты десек те болады, біз позициялық модельді іске асырдық. Бұл дегеніміз, бізде қазір мысалы мемлекеттік қызметтің Б корпусының басшылық лауазымдары бар. Ол жаңағындай департамент директорлары, сосын әкімдіктердің жаңағы жергілікті атқарушы органдардың басшылары, яғни басқарма басшылары бар. Осы лауазымдарға біз сырттан келетін азаматтарды конкурс негізде біздің агенттіктің келісімі бойынша тағайындаламыз. Яғни мемлекеттік орган бір министрлік дерлік өзінің бір департаментіне директор тағайындағысы келеді. Бірақ жаңағындай конкурстық рәсімдерден өтпей, ол жеке сектордан жақсы маманды тапты. Осы маманды осы мемлекеттік қызметке алып келгісі келеді. Осы маман бойынша барлық қажет құжаттар жинап, ол министрлік бізге жібереді. Біз өзіміздің тарапымыздан жаңағы тұлғаның, кандидаттың біліктілік талаптарға сәйкестігін тексереміз. Жұмыс өтілі бойынша, білімі бойынша, егер бүкілі жақсы болса, біз өзіміздің келісімімізді береміз. Заң бойынша, яғни бізде заңда 15-ші бап бар, сол 15-ші бапқа сүйене отырып, министрлік конкурс негізде жаңағы адамды департамент директор ретінде тағайындалады. Бұл бір механизм. Екінші механизмі. Біз білеміз, қазіргі таңда жоғары оқу орындарын бітіріп жатқан студенттердің, түлектердің саны артып келеді жылға жылға. Сол үшін біз осы жоғары оқу орындарын мемлекеттік грант аясында жақсы үлгеріммен бітірген түлектерді мемлекеттік қызметке конкурс негізде тарту механизм іске қостық 23 жылдан бастап. Яғни бұл барлық мемлекеттік қызметке келе алады деген сөз емес, тек аудандық және ауылдық деңгейдегі төменгі лауазымдарға конкурс негізде келеді. Бұл дегеніміз не үшін жасалды? Енді баршамыз білеміз, аудандық, ауылдық деңгейде кадр тапшылығы бар. Студенттер, түлектер жаңағы жоғары орындарын бітіргеннен кейін қайтып өз ауылдарына немесе аудандарына қайтып бармайды. Сол жастарды сол ауылға, аудандарға тарту мақсатында осы механизмді іске қостық. Оларды конкурссыз негізде осы мемлекеттік қызметке төменгі лауазымдарға келе алады. Қазіргі таңның өзінде 23 жылдан санасақ, 735 осындай түлек мемлекеттік қызметке, яғни аудандық, ауылдық деңгейдегі әкімдіктер бар ғой, сол әкімдіктердің төменгі лауазымдарына келді. Міндетті түрде грантты оқу керек. Екінші талап, оның оқуды бітіргеннен кейін өзінің енді оқу үлгерім көрсеткіші болады ғой, GPA. GPA 3,133 деңгейінен төмен емес болмау керек. Яғни 3,133-тен жоғары болу керек. Қорытынды GPA, жаңағы бакалавр бітіргеннен кейін. Бағасы ғой, былай айтқанда. Сол бағасы осы көрсеткіштен жоғары болса, ол азаматты біз алып, сол мемлекеттік қызметке конкурс негізде ешқандай тест ештен тапсырмай, ол тікелей тағайындалады. Енді бұл қазір іске асылған нәрселер.
Енді өзіңіз де білесіз, бізде өзімізде мемлекеттік қызметті дамытудың 24-29 жылдарға арналған тұжырымдамасы бар. Сол тұжырымдама аясында қазір сол тұжырымдамада қарастырылған шараларды іске асыру мақсатында қазір мемлекеттік қызмет туралы заң жобасының жаңа редакциясы әзірленіп, парламент мәжілісіне енгізілді. Енді осы заң жобасындағы осы бағыттағы басты новелла дейміз жаңашылдықты айтатын болсақ, бұл мемлекеттік қызметке ерте кәсіби бағдарлау институтын құрып жатырмыз. Бұл дегеніміз не? Енді біз байқап отырмыз, жастардың жаңағыдай мемлекеттік қызметке деген қызығушылығы артып келе жатыр. Оны статистикада көрсетіп отыр. Енді осы қызығушылықты одан әрі арттыру мақсатында біз осы институтты құрып отырмыз. Бұл дегеніміз мектеп деңгейінен жастарды мемлекеттік қызметке былай айтқанда баулу, яғни мемлекеттік қызметке деген қызығушылығын тудырып, келешекте мемлекеттік қызметке алып келу. Мысалы айтарлық механизмі, бұл 3 механизмнен тұрады. Бірінші ол мектеп деңгейі дейміз. Мектеп деңгейінде енді 10-11 класс оқушылары бар ғой. Жоғарғы сынып оқушылары, олармен жүйелі түрде кездесу өткіземіз. Яғни мемлекеттік қызметтің құндылықтары, жалпы мемлекеттік қызметтің миссиясы қандай, мемлекеттік қызметтің пайдасы қандай деген секілді осы тақырыптарда ақпараттық ұйымдастырушылық шаралар өткіземіз. Кім жүргізеді? Кім барады ол кездесуге? Енді мемлекеттік агенттіктің адамдары ма? Басты ұйымдастырушы былай айтқанда енді біз ғой, агенттік және агенттіктің аумақтық департаменттері. Бірақ біз өзіміз қосымша өзімізбен бірге басқа мемлекеттік органдардың өкілдерін немесе басқа да бір қоғам өкілдерін алып жүре аламыз. Мысалға, осы аптада қай сала туралы әңгіме өрбиді? Сол саланың өкілі? Мысалы, қазіргі таңда цифрландыру саласы былай айтқанда өзекті. Цифрландыру саласына уәкілетті органның өкілдерін алып, біз мектеп аралаймыз. Мектептерде түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Міне, цифрландыру бұл тек жаңағыдай жеке сектордағы нәрсе емес, бұл мемлекеттік қызметте де үлкен деңгейдегі сала, яғни бұған да үлкен уақыт бөлініп отыр, үлкен ресурстар бөлініп отыр дегендей жаңағыдай түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Ұйымдастыру шаралар жүргіземіз. Керек болса, егер жаңағыдай оқушылар тарапынан біз мемлекеттік орындарға барып ішінен көргіміз келеді десе, біз оларға арнайы айтқанда ашық есік күндерін өткіземіз. Яғни мемлекеттік орындарға алып келіп, жалпы мемлекеттік ішінара қалай жұмыс жасалатқанын көрсетеміз. Бұл мектеп деңгейіндегі. Екінші механизм? Екіншісі бұл университет деңгейіндегі бакалавр. Яғни біздің ойымызша қазір енді уәкілетті органмен, осы жоғары білім саласындағы уәкілетті органмен келісімге жеттік. Яғни біз жыл сайын 200 грант бөлеміз деген ойдамыз. Жалпы жыл сайын мемлекеттік қызметке қажетті мамандықтар бойынша жалпы 200 грант бөлу мақсаты тұр. Механизм қандай болады? Агенттік өз тарапынан жыл сайын осы мемлекеттік қызметтегі қандай мамандықтар тапшы, сол бойынша талдау жүргізіп, былай айтқанда сол 200 грантты осы мамандықтар арасында бөледі. Бұрын соңды ондай болмады ма агенттік тарапынан? Бұрын соңды агенттік тарапынан болған жоқ. Бұл жалпы енді еңбек саласындағы уәкілетті орган тарапынан болды. Олар өздері жасап жүрді. Енді біз тек мемлекеттік қызметке қажетті мамандарды айқындап, жаңағыдай жоғарғы білім министрлігіне беріп отырамыз жыл сайын. Жоғарғы оқу министрлігі сол біз берген тізім бойынша 200 грантты бөледі. Мысалы, ол жылдан жылға өзгеруі мүмкін. Осы жыл мысалы сол 200 гранттың 50 гранты цифрландыру дерлік, 30 гранты ауыл шаруашылығы дерлік, 20-сы құрылыс деген сияқты. Осы жыл осылай болса, келесі жыл ол өзгеруі мүмкін. Өйткені біз байқап отқанымыз трендтер өзгеріп жатыр, салалар, өзекті салалар да өзгеріп жатыр. Сондықтан осылай жыл сайын біз өзектендіріп отырамыз да жоғары білім министрлігіне беріп отырамыз. Жоғары білім министрлігі өзінің жаңағындай гранттарды беру қағидалары бар ғой. Сол гранттарды беру қағидалары арасында осы 200 грантты студенттердің арасында бөліп отырады. Студенттер грантты алар кезінде олар біледі. Мен мынау грантты алам, бірақ бұл грант мемлекеттік қызметке тарту мақсатында берілген грант. Яғни осы грант аясында оқуымды бітіріп, ертең мен мемлекеттік қызметте 3 жыл жаңағыдай еңбек шартым бар. Яғни жастарды мектеп деңгейінде анықтаймыз, оларды мемлекеттік қызметке қызығушылығын тудырамыз. Қызығушылық бар болса, оларды бакалаврға алып келіп оқытамыз. Грант есебінен оқытқаннан кейін біз оларға 100% жұмыспен қамтимыз. Қамтығаннан кейін, егер де одан әрі өзін дамытып, осы жоғарылайым дейтін болса, оларды алып магистратураға алып оқытамыз да, магистратурадан кейін басшылық лауазымдарға, яғни одан ары қарай, яғни мансабын дамытып арттыру жүреміз деген секілді. Осылайша толық цикл
қалыптасады бізде. Нұрсұлтан мырза, енді бұл шынымен де бұрын соңды болмаған жаңашылдық. Сізге мазмұнды да маңызды ақпаратыңызға көп рахмет. Рахмет сізге. Мемлекеттік қызметте істеу, мемлекетке, ұлтқа, халыққа қызмет ету. Ал бұл жолда жемқорлыққа жол жоқ.